Ал видео басталған сияқты ғой. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаламов. Бүгін мен достар сіздерге осындай қызықты видео түсіретін боламын достар. Қызықты шығар деп ойлаймын, өйткені көбісі алдыңғы мен ескі фотоларын көрсеткен видеода көбісі комментарий жазған болатын, өзінің компьютерлік орнымды көрсетші деп. Енді сіздерге көбісі жазды сондай комментарий. Енді сол үшін достар сіздерге бүгін өзімнің компьютерлік ойнайтын жұмыс орнымды көрсететін боламын. Осы егер сіздерге қызық болса, лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Мен негізінде көрсететін түгі де жоқ. Бұның монитор, клавиатура, микрофон, все. Мен көбінесе сіздерге қандай оборудование керек екенін айтқым келеді осы видео түсіру үшін. Мен подписчиктердің көбісі осы видео түсіргісі келеді. YouTube'та видео түсіргісі келеді, сонымен айналысқысы келеді. Сіздерге бүгін осындай оборудованиялар туралы айтатын боламын. Қандай оборудование керек видео түсіру үшін, бәрі сапалы болу үшін. Ең бірінші бастайтын затым бұл әрине микрофон достар. Сіздерге сапалы звук керек болса, видеоларыңызда әрине микрофон керек ең бірінші. Ал ең бірінші бұл микрофон керек, конечно. Let's Play түсіргілерің келсе, Minecraft түсіргілерің келсе, неше түрлі ойындар түсіргілерің келсе, әрине микрофон керек ең бірінші. Мен микрофон таныстырып қоятын болсам, достар, бұл микрофонның аты Samsung C01U Pro. Бұл микрофон самый бюджетный варианттардың бірі, достар. Бұның бағасы 30 мың ба, сондай сияқты. Білмеймін, қазір может түскенде шығар бағасы, интернетте қараңыздар, достар. Мен оны AliExpress-тен заказ еттім, так что AliExpress-тен заказ етулеріне болады, өйткені онда арзан. Бұл микрофон өте сапалы, достар, звук өте сапалы. Қазір естіп тұрғаныңыздай осы микрофонмен жазылып жатыр мен дауысым. Осы ең жақсы варианттардың бірі микрофондар. Осы ең арзандарының бірі әйтеуір. Ең арзандарының бірі емес, ең самый нормальныйлардың бірі, достар. Осы одан да қымбат микрофондар бар, мысалы Blue Yeti'лар, бірақ олар өте қымбат және олардың звуктарында ешқандай айырмашылығы жоқ. Samsung C01U Pro'ның дауысы дәл сондай. Сол үшін, достар, егер сіздерге жақсы микрофон керек болатын болса, видеоларында жақсы звук керек болса, осы микрофонды алыңыздар, достар. Міне осындай Samsung C01U Pro или Samsung C1U деген просто версиясы, Pro версиясы просто. Ешқандай айырмашылығы жоқ олардың. Және де осыған қоса оған плюс поп фильтр алуларына болады. Бірақ поп фильтр ондай ат керек емес, достар. Өйткені поп фильтрдің егер сіздер музыка жазбасаңыздар, және де тек музыка жазған кезде, мысалы сіздер бүйтіп бөліп бақыратын болсаңыздар, бұл поп фильтр құтқарып қалады. Бұл звукты кішкене андай дауысы кішкене жақсы етіп микрофонға жібереді. Егер де поп фильтрсіз болатын болса, деген сияқты звуктар, достар, андай құлаққа жаман. Сол үшін, достар, поп фильтр қолданады. Және де, достар, микрофонға поп фильтрге және де қоса осындай стойка алуға болады. Бұл стойканың бір жақсысы, достар, видеолар түсірген кезде сіздер любой жерге қойып қаласыздар, звуктарды өйстіп қозғауларын алады. Ыңғайлы жалпы. Бірақ мен көп қолданбаймын бұл стойканы. Мен көбінесе мынандай треноганы қолданамын. Осы треногынан шаруамда өз жерге қойып видео түсіремін. Так что, достар, егер сіздерге сапалы дауыс керек болатын болса, Samsung C01U Pro'ны алыңыздар. Сіздерге рекомендую. Ешқандай реклама емес, достар, мен ешқандай ештеңе рекламировать етіп жоқпын. Бұл просто мен өзімнің сіздерге айтып отқан советім. Давайте ал. Ал осымен енді түсінген шығарсыздар. Келесі техника бұл әрине веб-камера, достар. Егер сіздерге өз видеоларыңызда өздерінің эмоцияларыңыз керек болса, өздерінің биттерімен бірге қызықты етіп түсіргілерің келсе, өз видеоларыңызда өздерінің прохожденияларыңызда, онда әрине сіздерге веб-камера керек, достар. Менің веб-камерам бұл Logitech S920 дейтін веб-камера. Бұл веб-камераның сапасы өте сапалы, достар. Сіздерге қазір веб-камерамды көрсете алмаймын, өйткені мына жерде қазір жоқ. Мен қазір дәл сол веб-камерамен түсіріп мына видеоны. Көріп тұрғаныңызда сапасы өте керемет. Оны настроить етуге болады, там кішкене эффекттер қосуға болады, одан сайын керем болады качествосы. Мен ойымша, бұл веб-камера өте күшті сапасы. Көріп тұрғаныңызда качествосы жақсы. Мен ойлап отқан шығарсыздар, бір камерамен түсіріп жатыр деп, жоқ. Бұл кәдімгі веб-камерамен түсіріліп жатыр мына видео. Көріп тұрғаныңыздай. Так что, достар, сіздерге жақсы качество веб-камерасы керек болса, осы веб-камераны алыңыздар, достар. Бағасын енді білмеймін, достар, интернеттен қарарсыздар, достар. Және де айтып қоятын, достар, осы веб-камера мен осы микрофон екеуіне де уже бір жылдың үсті оқып қалды, достар. Микрофонға білмеймін, 2 жыл болған сияқты. Соған қарағанда екеуінде сапасы өте керемет, достар. Мен өзім, мысалы, довольнымын, мысалы, осы веб-камера мен осы микрофонды алғаныма. Екеуі де өз жұмысын жақсы атқарып тұр. Келесі айтатын затым бұл әрине, достар, клавиатура. Егер сіздерге жақсы клавиатура, в принципе, сіздерге любой клавиатурада барады видео түсіру үшін. Мен просто өзім мындай клавиатура алдым. Бұл клавиатураның бір жақсысы, достар, бұл под цвет, конечно. Мен, мысалы, түнде иногда видеолар түсіремін, сол кезде мен арасында клавиатурды көрмей қаламын, мысалы.
екеуі кнопкалерді. Сол үшін міне осындай подсветочный клавиатуралар өте қатты көмектеседі достар. Міне мына цветтерін ауыстыруға болады. Мысалы қазір фиолетовый тұр, мысалы қызылға ауыстырып қоюға болады, мысалы көкке ауыстырып қояды. Міне осы үш цвет тек қана. Бұл клавиатураның аты Magic Winer дейді. Если честно, мен қазір оқываттым, тек бұл клавиатураның атын да ұмытып қалдым уже. Клавиатура ондай қатты маңызды зат емес, егер сіздер видео түсіргілеріңіз келсе, любой клавиатурада барады в принципе. Міне достар, осындай клавиатура ал. Көріңіздер, егер сіздерге клавиатура керек болса, подсветочный осындай клавиатура алыңыздар. Ал бұл өте қатты қымбат клавиатура емес, бұл дешевый клавиатуралардың бірі, бірақ өз жұмысын жақсы атқарып тұр достар. Келесі көрсететін затым бұл әрине достар мышка. Бірақ сіздерге достар мына мышканы не советую вообще, шын айтайын. Бұл мышканы алғаныма өкініп тұрмын достар. Өйткені бұл мышка жақсы да, подсветочный, бәрі керемет күшті да, былай қарасаң, сыртынан қарасаң бәрі күшті. Бірақ бұл мышка менде жаман қуады достар. Сіздер может видеоларда байқаған шығарсыздар. Мен жоғарыға көтерген кезде арасында астына түсіремін, сондай өйстіп қуып кететіні бар бұл мышканы. Сол үшін достар, бұл мышканы атын дұрыс білмеймін, даже мен просто ала салдым Алиэкспресстен, просто маған подсветочкасын ағасын, осы екеуі бірдей стильге ұқсайды екен, сол үшін ала салдым. Бірақ бұл мышка басқа фирманың мышкасы. Атын қазір экранда көріп тұрған шығарсыздар, бірақ шын айтайын, бұл мышканы алып керек емес. Любой мышка ала беріңіздер. Негізі в принципе видео түсіру үшін мышка, клавиатура особо маңызды емес. Просто мен өзімдікін көрсетіп кетейін деп тұрмын сіздерге. Және де достар, коврик, міне мышканың астында осындай коврик бар, Razer'дың жалпы жақсы коврик бұл. Міне көріп тұрғаныңыздай Razer'ның ковригі. Келесі көрсететін затым бұл достар монитор достар. Бірақ сразу айтып қойайын, менікі монитор емес, менікі телевизор. Бұл Ellenberg деп аталатын. Негізінде бара береді бұл компьютерге, потому что бұл мониторда бола алады, телевизорде бола алады бір жақсысы. Негізі любой телевизорде монитор бола алады. Сол үшін ондай новость емес ешқандай. Бірақ маған бұның ұнағаны бұл экраны достар. Бұл экраны өте жақсы, ұзын, расширениясы бәрі күшті. Сол үшін осындай телевизор ала салдым. Жақсы болып тұр, в принципе, маған ұнайды. Өз жұмысын жақсы атқарады, уже бір шама болды. Бұл жарты жылдай болған сияқты бұл мониторға, өз жұмысын жақсы атқарып тұр. Егер сенбесеңіздер, міне пульті бар, міне көріп тұрғаныңыздай бұл кәдімгі телевизор, бірақ монитордан ешқандай айырмашылығы жоқ, бәрі жақсы. Бірақ сонда да достар, сіздер егерде монитор аларың келсе, монитор алыңыздар, телевизор алып керек емес. Все-таки компьютерге монитор дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені осындай телевизорлердің бір минусы бар, бұлар HD бола алмайды ешқандай. Көріп тұрған жоқ, качествосы жақсы жалпы жақсы, бірақ все равно монитор алуды сіздерге рекомендую. Телевизор алмай қойыңыздар ешқашан. Компьютерге тек монитор алыңдар. Ал достар, мынау менің железім, системный блок деп айтуға болады. Frontier дейтін компаниянікі. Ал достар, мынау менің компьютерімнің характеристикасы. Көріп тұрғаныңыздай компьютерім ондай қатты мощный емес. Тек қана осы Core i3 баяғы версия бұл, қазір уже Core i8-дер шығып жатыр, неше түрлі версиялар шығып жатыр, а бұл тек қана Core i3 достар. Көріп тұрғаныңыздай компьютерім ондай қатты мощный емес. Соның кесінен достар, мен дұрыс видео түсіре алмай жүрмін жаңа ойындарға. Бірақ оперативный память жақсы достар, 8 ГБ жақында осы обновить еттім. 64 битный және де видеокартам менің GTS 450. Колонкалер туралы айтатын болсам, бұлар Genius дейтін колонкалер, ешқандай айырмашылығы жоқ обычный колонкалердің, бірақ бір жақсы буфері бар достар. Буфері болған маған ұнайды, өйткені музыка тыңдағанда звуктарды сапалы етіп шығарады. Ал все, енді басқа не көрсететінін білмеймін, даже колонканы көрсеттім, клавиатура, монитор, және де мышка болды, все, және де стойка. Ал достар, мен сіздерге өзімнің компьютерлік орнымды көрсеттім. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Сіздерге бұл видео пайдалы болған шығар деген ойдамын. Өйткені бәлкім сіздердің біреулеріңіз оборудование алғысы келген шығар өздерін видео түсіру үшін. Міне осындай оборудованиялармен видеоға түсіремін. Сіздерге бүгін осының бәрін айттым. Және де программалар туралы айтатын болсақ, мысалы мен бүкіл видеолардың бәрін Sony Vegas 13 программасы арқылы монтаждаймын. Ал картинкалерді, превью картинкалерді видеоға мен дейтін Photoshop CS6 пен жасаймын. Міне сіздерге айтып қойын сразу. Ал енді осымен видеоны аяқтауға болатын шығар деген ойдамын. Өйткені сіздерге бүгін мен өзімнің компьютерлік орнымды көрсеттім, қандай программалар арқылы жасайтынын осы ғана айттым, және де оборудование самое главное. Осымен аяқтаймын. Ал сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Мен инстаграмға тіркелген ұмытпаңыздар, ссылкасы описаниеда болады, Нұрлан Қаламов. Ал осымен давайте, ал сау болыңыздар.